Енді осы және өзге жаңалықтарына толығырақ. Жаңа жыл қарсаңында еліміз бойынша мыңдаған бала мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан құттықтаулар қабылдап, сыйлық алды. Бүгін Ақтөбеде де өткен ғажайыпқа толы жаңа жыл атты президенттік шыршаға облыстың барлық аудандарынан балалар келіп қатысты. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев 200-ге жуық баланың әрқайсысына елбасының арнаулы сыйлығын табыстады. Әдемі безендірілген алып шыршаның маңына топтасқан балалар ертегі кейіпкерлер дайындаған тосын сыйлар мен ғажайып көріністердің куәсі болды. Театр актерлері ұсынған жаңа жылдық жібек жолы атты қойылым тамашалады. Жаңа жыл мерекесіне ата-ана қамқорлығынсыз қалған мүмкіндігі шектеулі және аз қамтылған отбасылардың балалары қатысты. Мерекенің басты тақырыбы мәңгілік ел идеясына негізделді. Балалар елбасының жаңа жылдық құттықтауын үлкен экран арқылы көріп қабыл алды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ел болашағы балаларға жаңа жылда жаңа жетістіктер мен барлық армандарының орындалуын және сапалы білім алып, алға қойған мақсаттарына жете берулерін тіледі. Бұл мерекеде бірде-бір бала сыйлықсыз қалмайды. Біз сендердің спортпен шыныққан, сапалы білім алған, рухани толысқан азамат болғандарыңды қалаймыз. Бұл әрбір ата-ананың ғана емес, сүйікті отанымыздың күллі қазақ елінің қалауы. Қазақстан бүгінде әлемде бейбіт әрі жасампаз ел ретінде танылуда. Оның әлемдік беделін арттыруға өздерінде есейгенде үлес қосасыңдар деп сенемін. Өйткені сендер рухы биік, тәуелсіз мемлекеттің зеректі зерделі ұрпағысыңдар. Бүлдіршіндер мерекенің басты кейіпкерлері Аяз ата мен Ақшақарды ерекше ықыласпен қарсы алды. Жаңа жылдың белгісі жасыл шыршаның қызылды-жасылды шамдарын қосу үшін бүлдіршіндер аянып қалмады. Ән айтып, би билеп өз өнерлерін ортаға салды. Қоржыны дәмге толы Аяз атада жомарт болды. Бұл шараға арнайы қатысқан облыс әкімі Бердібек Сапарбаев балаларды жаңа жыл мерекесімен құттықтап, мерекелік сыйлықтар табыстады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев айтып кетті, сендерге тілейтін сау болсын, жақсы оқыңдар, тәрбие алыңдар, спортпен, өнермен айналысыңдар. Сонда сендер ертең белгілі боласыңдар, Қазақстанның атын шығарасыңдар. Мына келе жатқан жаңа жылда сендерге тек қана жақсы, қуаныш, үйлерінде әр уақытта күлкі, үлкен игі іс-шаралар жол болсын. Жаңа жыл бәрі жақсылар келіп құтты болсын. Ал сахна төрінде өткен қойылымдардан балалар ертегі кейіпкерлерін, баһадүр батырларды және қазақ тарихында орны бөлек шешен билерді көрді. Әдемі үйлесім таба білген саналуан ойындар, жұмбақтар мен жаңылтпаштар, сондай-ақ мың бұралған бишілер мен күміс көмей әншілердің өнері жаңа жылдық мерекенің сәнін келтіріп сүйкімді балақайларды ерекше таң қалдырды. Мен осы шыршаға бірінші рет келген қуаныштым. Осы өмір сүріп жатқан елбасыға рахмет. Мен сабақты беске оқып, жақсы азамат боламын. Мен Темір ауданының барғызып кезінде келіп тұрмын. 7-ші А сынып оқушысымын. Президентіме көп алғысымды айтамын. Бұл президент шыршасына алғашқы келуім. Өте қуанып тұрмын. Алған әсерім де мол. Президентіме рахмет. Естен кетпес салтанатты шарада балалар қол ұстасып шырша әнін айтты. Жаңа жылдық ертегі бүлдіршіндермен қатар ересектерге де ұнағаны сөзсіз. Сондай-ақ әсем безендірулер мен кейіпкерлердің костюмдері де бұл мерекені ерекше етіп көрсетті. Дети отбираются именно в каждом районе. Президент шыршасына балалар облыстың барлық аудандарынан келді. Оларды іріктеу үшін арнайы комиссия құрылған болатын. Көп балалы және аз қамтылған отбасы балаларының ішінде оқуды жақсы жетістіктерге жеткен үздіктерін шақыруға тырыстық. Қаланың оқушылары да осындай талаппен таңдалынып алынды. Дәстүрге айналған шара биылда жоғары деңгейде өтті. Бір сәт ертегі әлеміне сапар шеккен балалардың көңілдері көтеріліп, жүздері бал-бұл жанды. Құшақтары жаңа жылдық сыйлыққа толып, мерекелік торттан дәм тартты. Райгүл Еншібайқызы, Айнадин Молдабеков, Қазақстан, Ақтөбе.